Ешқандай артық қоспай-ақ осындай батон нандарын үй жағдайында менімен бірге жасап көріңіздер, өте оңай жасалады, барлығыңыз жасай аласыздар. Қамырын илеу үшін бізге жылы су керек болады. Судың үстіне тұзды салып, үстінен дрожжды салатын боламыз. Ашытқыны, кейіннен үстіне ұнды саламыз. Ұнды електен өткізіп, немесе өткізбей салсаңыздар да болады. Өте жұмсақ қылып ұн саламыз. Барлығын бірден салып жүрмейміз. Ұнның өте жұмсақ болып, қамырмен көбірек жұмыс жасасаңыздар, сол кезде нандарыңыз керемет болып көтеріліп, және де әдемі болып шығады. Бетін жауып 1 сағатқа немесе 1,5 сағатқа қойып қоясыздар. Осындай болып, 2 есе болып көтеріледі. Дәл осы мен көрсеткендей етіп, қолыңызды кішкене майлап алып, немесе сумен осылай жасап шықсаңыздар да болады. Негізі қыздар, жасап болғаннан кейін пергамент қағазына салып, кішкене 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. 10-15 минуттан кейін бетіне жұмыртқа жағып, немесе жұмыртқа жақпай-ақ тек қана сумен жасасаңыздар да болады. Үстін осындай өткір пышақпен немесе алмаспен осылай кесіп шығатын болады. Қызып тұрған печкада 15-20 минут пісіріп алатын боламыз. Қыздар, осылай екі бетін қып-қызыл етіп, өте керемет нандарымыз дайын болып, міндетті түрде жасап көріңіз, сіздерде де осылай керемет шығады.